Оп, міне басып тұрамыз. И міне дуал қылып берді. Хей, сәлем достар, сізге мен қан кетеді. Бүгін біз достар модқа обзор жасауды жалғастыратын боламыз. Бүгін біз Effortless Building деген модқа обзор жасайтын боламыз. Бұл модта бізде бұл құрылысшыға арналған мод. Ал біз видеоны бастайық. Қараңдар, бізде ойынға кіргенде бір кітап болатын болады. Міне 5 хп кетеді, 5 очко, 5 уровень кетеді. Қолданған қараңдар бізде Disable деген алып тастау, мысалы қараңдар бізде нақты құрылысшыны бөліп тастау, линия істеуге болады, дуал істеуге болады, пол істеуге болады, диагональный қылуға болады. Дуал үсті жабық түрі бар, и соның қиғаш түрі бар, куб, мынандай пол сияқты дөңгелек түрі бар, сопақтау түрі бар, домалақ, и мынандай түрі бар. И сол бір басып сасаң, сол копировать етіп, қайттан қойға болатын бізде командалар бар. Линиядан бастайын, тегнан көрген жоқ әлі. Бірінші линиядан бастайық. Қараңдар, бізде линия басты мен енді. Қараңдар, біз алмен любой блок қолдана болады Майнкрафттағы. Қараңдар, мысалы мынау басам, и бізде мынандай квадрат шығатын болады. Линия жасам, мына қарап, ар жаққа қарап істей и ана жаққа үстіге де істей аламын. Басып тұрамыз, и қараңдар, бізде линия істейді, қараңдар тағы істейін былай. И ар жаққа қарай, и басып тұрамыз. Міне көрінемін қандай линия, мысалы басқа заттармен істейтін кварцпен. И тегіне қарап істеуге, оп, міне көрінемін, ағашпен дәл сондай. Оп, міне көрінемін, солай линия істеуге болады, үстіге, астыға, оңға, солға, солай істеуге болады. Келесі бізде wall деген бізде стена. Қараңдар, бізде екі выбор бар. Мынау кәдімгі іші бар түрі и іші жоқ түрі бар. Бізде бірінші іші бар түрін көрсетейін. Готовты басамыз да. Оказывается, бұл орысша екен. Алтын блок таңдаймыз. И бізде қараңдар, бізде не еді? Қараңдар, дуал. Бұлай көтере аламыз, қараңдар, бізде дуал. Мысалы, мына высота көтерейік. Басып тұрамыз. И міне дуал қылып берді. И дуалдың бос түрін істеуге болады. Мысалы, қараңдар, мына жақта бізде мынаны таңдаймыз, қараңдар, мысалы. И готовды басайық та. Кварц басамыз. И бүйтеміз да. Оп. Міне көрінді, енді іші жоқ, мынаның іші бар, а мынаның іші жоқ түрін таңдадым. Келесі пол дейді. Қараңдар, бізде пол. Дәл және де іші бар түрі, іші жоқ түрі. Мысалы ағашпен істейік та, міне былай и былай. И міне қараңдар, бізде выживаниеде қолданады, бірақ 5 уровень кетеді, айтқанымдай. Қараңдар, диагональный линия дегенді қараңдар. Басамыз, и міне диагональный деген сөз. Үстіге кете алады, қараңдар, любой жақ кете алады. Мысалы мынақа. И қараңдар, қандай линия. Алтынмен мысалы қараңдар, бізде ана қарап, мына қарап, слайм қарап кетейік. Мына көрінуі қалай. Диагональный дуал. Дәл жәнегідей, бірақ дуал диагональный. Линия сияқты қып, мысалы басамыз да. И диагональный басамыз. И енді үстіге көтереміз да. Басып тұрамыз міне. Бізде диагональный стена шығатын болады. Диагональный стенаның енді іші жоқ істейік. Мысалы алтынды басамыз да. Басып тұрамыз да, и төбе көтереміз да, оп. Міне қараңдар, қандай әдемі, уже үйістіп соғы болатына мен. Қараңдар, slope floor дейді. Қараңдар, басып тұрамыз. Мысалы біз кварц алайық, басамыз да. Мына қайдан қоямыз да, басып тұрамыз да. И енді қараңдар, ступеньк сияқты ғана орындық қорға. Лесінсе міне. Міне көрінеді, осындай қылуға болады. Тек алтын істеп көргенді. И оп. Міне көрінеді, лесінсе қылуға болады осымен. Келесі бізде куб, 4 куб қандай, бізде қандай бар. Жәнегіде іші жабық түрі бар, іші ашық түрі бар, и скелет түрінде түрі бар. Қандай, мысалы, іші бар түрін істеп көрейік. Ағашпен, мысалы, бұлай. Басып тұрамыз, и төбеге бүйтеміз. Іші бар, қандай, бізде іші бар. Қандар, енді холлоу, іші жоқ түрі. Алтын істейміз. Ар жаққа істейік. Оп, и ойбай, ой-май. Оп. Қандай, енді іші жоқна. Қараңдар, экзоскелет түрі. Так, готов. Қараңдар, енді кварц бестеп көрейік. Оп, и оп. Міне көрінді, экзоскелет деген осындай түрі. Дәл кубик Рубиктің моделін қылдым, қараңдар, әдемі болып қалды. Келесі бізде осындай, дөңгелек ба сондай пішінді. Бұл дәл сондай іші бар түрі, іші жоқ түрі. Дәл әдемі болып шығу түрі, ал мынау сәл қисықтау түрі. Қараңдар, қисық түрін таңдап алады. Мысалы, кәдімгі түрін таңдайық, готов. Қараңдар, бізде ағаш, мынаған үлкен болады. И міне қараңдар, бізде солай көрінеді. Оп, міне осымен домалақ зат істей аласыңдар, мысалы, киіз үй істей аласыңдар, мысалы, или домалақ үй істей аласыңдар. Қараңдар, енді біз осыны таңдап көрейікші. Қараңдар, алтын. И міне қараңдар, бізде басқа қисық болып көрінеді, мысалы, мынандай.
мынандай түрі бар. Мынаны қойсақ мынандай бар екен. Бұлай үлкейтуге болады. Мысалы мынандай форма таңдап қойдық та, и бізде мынандай форма. Мысалы мынау бір плюске ұқсайтын форма екен. Оның іші жоқтығын таңдап көрейік еще. Кварц бүлтірлі пішін, и басамыз, іші жоқ. И бізде бұл дәл жәнегі форма, бірақ сәл үлкендеу түрі, іші жоқ. Сопақша ал дейді. Сопақша ғанда дәл сондай, іші бар түрі, и іші жоқ түрі, кейін дәл жәнегі қисық, әлі түзін таңдайықта көрсетейін. Алтын таңдаймыз, мынандай, мысалы мынандай, и үстіге қарап, оп, и бізде ғанда міне іші бар түрі әдемі көрінеді. И жасап бір структура істесін, андай бір структура істесіңдер, қанша блок кеткенде көрсететін болады. Міне мысалы ғанда басып тұрамыз да. И міне ғанда астына 91 блок кетеді деп тұр. И оның координатасы цилиндр деп айтып жатыр. 3 рет қолданасыз деп тұр, бұл экран 3 рет басасыз деп тұр. И міне қанар 91 блок кетті деп жазылып тұр, көрдіңдер. Домалақты қолданып көрейік. И мысалы мен опа домалақ. Мә, ебайт үлкен мүмкіт. Мә, көріне домалақ шықты. Түк тағы да. Оп, міне, іші бар тұр екен. И сфера столуға, мысалы айнаны ал үлкен сфера сесіңдер болады, іші жоқ тұрын таңдап, и соғыз домалақ болады. И соның ішіне аквариум сесіңдер болады, мысалы. И іші жоқ түрін таңдаймыз да, измортлесте көрейік, басамыз. Үлкейет, мына дейміз. Үлкейіп кетті. Так. Мә. Еба, қаранда қандай домалақ қағымды. Мә, анау. Үлкен титанский, үлкен келесі бізде осындай. Так, горизонтальный түрі бар, кәдімгі түрі бар, и жәнегі дом үй түрі бар екен. Мына іші бос, или іші бар түрі бар екен. Мысалы кәдімгі станып көрейік. И міне ғанда бізде онандай. Ана домалақтау пішін сонда. И опа, міне бізде мынандай пішін шықты. Бізде мына таңдап көрейік, горизонтальный квартсын көрейік. Үстіге де істеп, полға да істеп екен. Басамыз. И 22 блок шықты. Оп. Міне мынандай енді полға екен. Горизонтальный дегенде полда екен. Готов. И ішін бос қылдым кән. Ба қоямыз. И опа мынандай екен. Мына. Опа алтын. Мә енді сәл анаған қаран сәл іші жоқ шана. Мә іші жоқ қандар. Баяқта ішінде уже паук шыққан. Қашан паук шығып үлгерді. Енді көрейік екіншісін айыр build кәні. И басамыз. Бізден ақта блок шығатқан. Айтпақшына ауаға қойғат міне. Айыр блок деген сонда мыза. Міне, короче, ауаға қоя аласың блокты, ауаға. Ауаға Майнкрафтта қоямайсыңдар ғой. Оп, міне, көрінде ба? Айыр блок деген сондай, айыр build. Ортасын ашып істейді сонда. Өзіміз бұлай көріш. Міне қаранда домалақ әдемі қып тасалым. И копия дейді. Копия бізде міне мынандай. Айтпақшы достар, отырып бассаңда кітапта міне өзіміздің настройка шығады. Игроктың настройкасы дейді қаны бізде. Әртүрлі настройка бар, мысалы. И еще жақта администраторының готов заттары мысалы мынандай. Сондай админский заттар жақта қалай шығады? Просто disable шығасыңдар, әшейін блок қойасыңдар. Мысалы сендер линейде тұрса, сендер бұлай блок қоймайсыңдар. Міне. Мынандай айыр ауаға қойатын тұрмын. Достар, осы модты өткізіп кетіңдер. Сендерге пайдалы болса, осы мод керек болса, мысалы сендер қала, или бір зат, структура, выживание анаған зат, істеулерін келсе, осы модты өткізсеңдер болады. Осы модтың өзімнің телеграмма қалдыратын боламын. Осы күшті кітаптың арқасында. Ал видео соңына келіп жатыр. Сау болыңыздар.